Армысыз, сізбен бірге Қуаныш Шонбай, кәсіпкер екінші жылма кітабының авторы. Жалпы бұл табысты көтерудің 5 жолы атты біздің жабық сабақтар сериясының сабағы. Алдында біз біраз бұл тақырыпты қозғағанбыз. Көрмей қалсаңыз ешқандай проблема жоқ. Бұл сабақтан бастап кейбір сериалдар болады ғой, кез келген сериалдан бастап көре беретін сондай бір сабақтар сериясы бұл. Сондықтан сабағымызға қош келдіңіз. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы табысты арттыру. Бұл қайдан шығады? Бизнеспен бастағым келеді, немен айналысатынын білмеймін, қалай айналысатынын білмеймін. Жалпы ақша деген не ол деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыз қайдан туындады? Маған көп хабарласады көп кісілер. Қуаныш мырза, қарызым бар, ақшам бар, табысым бар, анау көп ол историялардың бәрін өздеріңізде қасыңызда көріп жүрген шығарсыз. Сонда сол кісілерге айтасың да, сен қарызды ойлама, табысты ойла деп. Сонда айтатын жұмыста әңгімесі мынау, Қуаныш мырза, қаяқтан сен егер қарыз болып жүрсең, оны ойлай алмайсың. Бірінші қарыздан құтылып алайын, одан кейін барып мен бизнесті де ойлаймын, сауданы да ойлаймын, жұмысты да, карьераны ойлаймын дейді. Мен айтамын да, сен егер өзімен ойландым ол тақырыпқа байланысты, қарыздан құтылудың бір-ақ жолы бар, ол ақша табу. Күлкінішті өте бәрі білетін әңгіме сияқты, бірақ қарыздан құтылудың бір-ақ жолы бар, ол ақша табу, ол қосымша ақша табу. Ал қосымша ақша табу, жалпы ақша табу, ол менің кішкене мамандығым, сондықтан да сол ақша табуға байланысты жалпы біз кірсек тақырыпқа. Қараңыз, жалпы өте оңай нәрсе негізі ақша табу. Бұны көп адамдар бір соғыс деп қабылдайды. Жалпы бизнес деген нәрсені соғыс деп қабылдайды. Бизнес деген тек қана бизнесмендер істейді деп ойлайды. Ол өте қате пікір, өйткені бизнес деген ағылшынша бизнес қой, бизнес бұл бизнес деген зайнет деген сөз. Бизнес бұл зайнет болу деген туындайды. Ал соған қарайтын болсақ, біз кез келген адам ол бизнесмен, одан проблема жоқ. Ол жалдан бол жұмысшы да болса бизнесмен, мынау да бизнесмен. Бірақ бізде проблема, біз оны соғыс деп қабылдаймыз. Бір үлкен соғыс, жалпы бизнесті, кәсіпті. Оған дайындалу керек, ол жақта мен жауларым бар, қатты үлкен. Мен оған дайындалып бармасам, мен өліп қаламын деп ойлайды. Ал ол өте үлкен қате, бірінші қате осы. Бизнесті, кәсіпті соғыс деп ойлау. Ол не ол? Ол ойын. Шын айтамын, бұл ойын. Ойыннан өрт шығады деген бар. Дұрыстап ойнамасам, банкрот боласың. Банкроттың сумасына байланысты кейбір адамдар түрмеге түсіп жатады, кейбір адамдар сотталып жатады, кейбір адамдар үйлерінен айырылып жатады, кейбір адамдар ақшасынан айырылады. Бұл ойыннан өрт шығады деген осыдан шыққан. Ойын, бірақ бұл ойынды дұрыстап ойнау керек. Өкінішке орай бұл ойынды біздікілер дұрыстап ойнай алмайды. Бұл ойынды бір қобала кішкене бір бүкіл нәрсені алып кетемін болады ғой, бір ойнаған жаңадан үйреніп кеткен кезде адам кішкене қатты мықты гений сезінеді. Сондықтан да бүгінгі біздің сабағымыз осы ойыннан, осы бизнестен, осы ақша табудан қалай аз ақшамен біз кіруге болады. Өйткені аз ақшамен кірсең, жоғалтқан ақшаң аз болады ғой. Көп ақшамен кірсең, жоғалтсаң, көп ақша жоғалтасың. Б. Менің қалайтын, маған ақша алып келетін, жаңағы ниша деп айтамыз ғой, товар, немесе біздің бір өнім, біздің бір услуга, соны табамыз. Және де бұны қалай үйренеміз. Төртіншісі, неге бәріміз, неге біз сата алмаймыз деген тақырыпқа жауап береміз. Кеттік па? Кеттік. Бізде жалпы бұл ойын, ойынның бізде ережелері болады. Бизнесте де біздің ойынның ережелері бар. Бұл қандай? Өте маңызды ереже. Егерде дейді, осы ойында, кәсіпте, бизнесте, сен егер қателессең, қате болса, бұл ереже сондай. Қателессең, сенің ұтылысың, шығының төмен болу керек, қателессең. Ал егер сенге дұрыс нәрсені істейтін болсаң, сенің табысың ол өте жоғары болу керек. Ереже осы бізде. Ал бірақ көбіміз қалай жасаймыз? Көбіміз мынандай. Біз қателессек, айталық, мысалы үшін елдің бәрі андай. Қуаныш мырза, мен цех ашайын деп едім, кеше жазды маған бір қарындасым. Қуаныш мырза, 2 қабат әйелдерге, және босанған әйелдерге арналған киім Шымкенттен ашқым келеді. Күніге 100 әйел босанады екен. Соған мен цех ашамын дейді. Ойлаңыз. Ол не істейді?
Ол кісі ойлап жатыр, қазір мен киім, ол идея ғой. Мен қазір киім тіксем, қазір босанған әйелдер менің киімді жүгіріп алады. Идея осы ғой, дұрыс па? Осы. Егер бұл кісі дұрыс болып кетсе, не болады? Ол айталық, мысалы үшін цехқа қанша салады? 5 миллион теңге салады. Дұрыс болып кетсе, бұл кісінің табысы болады, табысы шектеулі. Қараңыз, табысы шектеулі. Неге? Өйткені 100 адам бар Шымкентте. Бұл 100-ден аспайды. Айталық, әрқайсысынан 5 мың теңгеден табатын болса, 100 әйел бәрін сатты дейікші. 5 мың теңгеден қанша теңге болды? 500 мың теңге. Болды. Иншалла, жақсы табыс, Құдайға шүкір, керемет. Бірақ қателессе не болады? Қателессе бұл кісінің шығыны өте жоғары, 5 миллион теңге. Өйткені бұл кісінің қателігі сразу кіріп кету ол жарысқа. Осы сабақтың барысында қалай біз қателессек аз шығынмен және дұрыс істесек шексіз табысқа баратынымызды айтатын боламын. Ал бұл кісілерде қандай болады? Қателескен адамдарды қателесі шығындар өте көп. Ресторан ашып береді 20 миллион теңгеге. Болмай қалса, болмай қалды, все, 20 миллион кетті. Кеше маған айтпақшы, бізде білесіздер, хандық, сауда хандық деген үлкен керемет біздің курс болып отыр. Ол жерде бір пакеттер бар, онлайн, офлайн, жаңағы VIP Diamond деген. VIP Diamond бітті, сатылып, все, рахмет бәріне. 5 орын, 10-15 орын еді, бітті. Сонда бір бауырымыз батыс жақтан былай хабарласады да, хорошо бітіп қалды бұл біздің Diamond пен VIP. Неге екені былай айтады, осылай біздің қасында Құлан деген бауырымыз бар, сол кісі хабарласыпты, осылай мен үйімді сатайын деп жатырмын, үйімді сатқалы жатырмын, сізге оқимын, және де сол қалған ақшасына мен дейді кәсіп бастаймын дейді. Қараңыз, бұл кісі не болады? Егер дұрыс болып кетсе, қанша табысы қанша болады? Шамалы, е? Ол енді явно көп, айына 1 миллион может максимум табар. Ол кісінің ойынша. Өйткені айтқан әңгімесін тыңдап көрсең. Ал қателессе бітті, үйінен айырылады. Өте үлкен ошибкалар. Бірінші ереже, бұл ойындағы, бизнес, кәсіптегі ойындағы бірінші ереже, қателессең шығының аз болу керек, дұрыс болса табысың көп болу керек. Біздікілер керісінше қателесе шығыны өте көп, болса табысы шектеулі, табысы аз. Бұл қайдан туындайтын проблема? Бұл мына жерден туындайтын проблема. Менің ақыры бизнеспен айналысып жатырмын ғой. Менде Инстаграмда бутик бар десең, ешкім сенбейді. Не істейді? Біз бутик ашуым керекпін мен. Жоқ, мен цех ашуым керекпін. Жоқ, мен кафе ашуым керекпін. Жоқ, менде үлкен бір офис болу керек. Бұл гигантомания. Біз бұған байланысты көп нәрселер айттық. Елдердің өзі үшін емес, басқалары үшін жұмыс істеуі. Бірінші ауру осы, бірінші қателік осы, бірінші біздің ақша жоғалтатын себебіміз осы. Казалось бы, әлі бизнес басталған жоқ, уже ақша жоғалттық. Айтам ғой, әлі бизнес жоқ, уже ақша жоғалттық. Сондықтан да бұл қателікті егер осы ережені дұрыс түсініп алатын болсаңыз, мен сізге айтайын, қайттан айтылайын. Идеяңыз дұрыс болатын болса, табысыңыз өте көп болу керек. Егер идеяңыз қате болса, шығыныңыз аз болу керек. Бізде наоборот. Ендігі біздің бұл ақша табудағы бұл жердегі методика тағы да бір андай механизм бар. Ақ серек, көк серек деген сияқты, сондай бір ойын. Қандай? Мына сіз мына базар, мына жерде адамдар, көп адамдар бар. Өте бұлар енді өте көп бұлар. Адамдар. Бұл базар, нарық. Нарық, базар. Бұларда ақша бар. Мынау сіз, мынау нарық, базар. Көп адамдар бар. Және бұлардың ақшалары бар. Енді проблема, біздің экономикада ақшадан проблема жоқ. Қазақстанның бүкіл ақша массасы 19 триллион теңге. Ойлаңызшы, 19 триллион. Примерно жобалап алатын болсақ, 50 миллиард доллар. Қазақстанда соншама теңге бар, енді көп ақша. Но ата-баба сізге жеңіл болып жатқан жоқ. Неге? Қалтада ақша бос, қалта бос, ақша жоқ. Себеп, мынау ақша сенде емес, ол әлі сыртта жүр. Енді бұл жерде керек нәрсе мынау. Мынау адам сізге ақшасын өзі беру керек, чтобы бұл ақша сіздің қалтаңызда болу үшін. Бұны алудың екі жолы бар. Немесе 3 жолы бар. Біріншісі тартып алу. Ол заңсыз. Тек қана ақша лағары жүре береді, болды. Ақша тек қана лағары жүре береді. Екінші жолы бар, қарыз қалу.
мына нарықта ақша бар ғой, қалтамда жоқ. Қарызға алу, бұл адамнан болса қарызға аласың, банктен болсаң кредит аласың. Бұға қарай. Біреу тартып алу, екіншісі қарыз. Енді қарыз бен кредитті төлемесең, тағы да мошенничество, тағы да сені карточкаңды блокировать етеді, шетелге шыға алмайсың, банк звондай береді, ол нәрсені понятно, көбімізге таныс нәрсе. Сондықтан бұл жерде мынау ақша қалтада сіз болу үшін, сіздің басыңыз тыныш болу үшін бір ереже бар тағы да, бұл қандай? Сіз бұған заңмен бір нәрсе беруіңіз керексіз бұл адамдарға. Сонда проблема болмайды. Сіз бұл адамдарға бір нәрсе беріп, оны өнім дейді. Өнім деген не ол? Сіздің нарыққа, базарға ұсынатын кез келген нәрсе. Мысалы үшін таксовать ету, мысалы үшін бала бағу, мысалы үшін массаж, мысалы үшін мұғалім, мысалы үшін кітап, мысалы үшін тамақ пісіріп беруіңіз, торт пісіруіңіз. Кез келген нәрсе сіз маған беруіңіз керексіз. Ол не? Оның аты өнім. Өнім. Енді қараңыз, бұл ережедегі ең қызық ережеде, мына өнім, сіз қараңыз, кәсіпкер болуыңыз мүмкін, мен бұл білем деп ойлауыңыз мүмкін, правила андай. Бір ойынды кейде болады адамдар, ойынды қатты ойнағаннан, до того қатты ойнап кетеді, ережесін ұмытады. Кейбір адамдар болады, қазір мен өткенде правамды ауыстырғам, 10 жылдан ескіріп, ауыстырдым, барып ережелерді қарасам, кейбір ережелерді білмейді екенмін. Білем деп ойлағам, қателескеме. Сондықтан бұл өте маңызды нәрсе, білем деп қатты еткенге қажет жоқ. Кейбір адамдар осы қателіктерді жасағаннан кейін, бұл сабақтарды менің өзім ережені мұнда түсініп, Марғұлан ағамнан айтып, кішкене миллиардерлерден, миллионерлерден алған сабақтарым. Сондықтан да білем деп қателесуге болмайды. Өнім. Өнім деген не бол? Өнім деген сен нарыққа, базарға ұсынатын нәрсе. Базарға. Бұл өнімнің екі түрі бар. Қызмет түрі және де тауар. Біздің ойын ережесінде мынау екеуі сондай нәрсе болу керек, что елде таласу керек. Сізде менен құдайға шүкір тәжірибем бар. Ресторанмен айналысқан кезде маған дейін ресторан болған саудасымен кейінгі сауда 10 есе болған. Очередь болатын. Мысалы үшін екінші кітабында да солай, құдайға шүкір адамдар көп болды. Бұл жердегі фишка қандай? Тауар мен қызметтің сондай сапада болу керек, сондай бағада болу керек, сондай жылдамдықпен беру керексің, және сондай сервис болу керек, что елдер бұған очередь болу керек. Бәріміз осыны қалаймыз, Ана болады ғой, арман. Мен түк істемейін, ақша келсін деген осылай болады схема. Бірақ, мынау сұрақ есіңізде ма? Бизнеспен айналысқым келеді, кәсіппен айналысқым келеді, бірақ неден бастайтынын білмеймін. Немен айналысатынын білмеймін деген сұрақ бар ғой, екі сұрақ егіз жүреді өзі. Немен бастайтынымды білмеймін, немен айналысатынын білмеймін деген екі сұрақ. Бұл сұрақтың переводы мынандай: не нәрсені, қандай қызметпен, қандай тауар түрімен айналысуды білмеймін деген сөз ол. Өте қарапайым. Біз ана былай қарасаң бір тупой сұрақ қояды, не сататынын білмеймін деген сияқты әңгіме ғой, немен қандай қызмет көрсететінін білмеймін деген сияқты. Бірақ ол енді тупой сұрақты қоя алмайсың, сөйтіп гениальный қойды, қандай? Немен айналысатынын білмеймін мен, неден бастайтынын білмеймін деп қояды. Құдай қаласа бүгін сол сұраққа жауап аласыз. Қалай, неден бастауды үйрену керек екенін. Енді бізге қызмет пен тауар керек. Өте маңызды нәрсе. Бұл не деген сұраққа жауап береді? Енді біз енді аспанда мысал үшін барып бір товар мен бір қызмет немесе бір өнім шығарып алып, айталық ол товар табылды десін. Мысал үшін мен бір айтып, қарындасым бар, ол массаж жасауды үйренді. Оның қызметі бар, елдер немен айналысатынын білмей жүрсе, мысал үшін мына нәрсе бар ғой, ресторан ашқым келеді, бірақ қандай ресторан ашқым келеді, қандай ресторан ашатынын білмеймін. Бұл осы сұрақ. Қандай товар мен қызмет түрін жасалмауда. Кейбір адамдарда көп келеді, ақшалары болады, бірақ немен айналысатынын білмейді. Өте маңызды нәрсе. Мынау не деген? Осы сұраққа қалай берсе жауап береміз бүгін. Екіншісі айталық, массаж жасауды үйрендің. Бұл не? Енді сен массаж жасауды үйренсең, автоматически мынау ақша қалтаңда пайда болмайды. Не керек? Ол үшін кімге сату керек екенін білу керек. Бір адам ақша төлеу керек қой. Енді көшедегі остановкада тұрған адамға массаж істемейсің ғой. Олай болмайды. Оның бір өзінің уақыты, орны, жері болады. Сондықтан да кімге деген сұраққа жауап беру керек. Біздің ереже бойынша тағы да бір нәрсе, нан мен қызметпен адамдарды қалай біріктіремін деген сұраққа жауап беру керек. Өте оңай нәрсе негізі. Қалай?
Бітті. Осы сұраққа жауап берсең, сенде ақша қатты проблем болмайды. Мынау ақша автоматически мынау қалтаңа келеді. Бір қойшы, осыны айтқанға оңай, істегенге қиын, елдің бәрі айта береді деген нәрсе болуы мүмкін. Бірақ ала берсе қазір түсіндіреміз бұл қалай болатынын. Қараңыз. Біріншісі, не деген тақырыпқа жауап берейік? Не деген тақырыпқа? Немен айналысам деген сұрақ бар ғой, классикалық сұрақ, немен айналысам деген. Бұны ниша деп аталады. Ниша деген нәрсе білесіз? Ниша деген сенің айналысып жүрген бизнестің түрі. Бұл жерде мына бір қателік болады, және көптеген курстардың пайда бермей жатыр себебі де осы. Былай деп айтады. Бұл кісілер қалай айтады? Ниша таңдау дейді. Ниша таңдау деген, ниша сала ғой? Сала емес, сала, Қай саламен айналысам деген, немен айналысам деген сөз ғой, ниша деген. Бұл кісілер былай айтады, қандай ниша таңдадың? Немесе былай айтады, қандай ниша таңдайсың? Или таңдаған жоқсың ба? Мына жерде ниша таңдау болып кеткенді. Бұл ең үлкен екінші қателік, негізі үшінші қателік, бірінші қателігіңіз жаңағы ұтыспен қате болса, дұрыс болса, екіншісі жаңағы үш сұраққа жауап бермеу, не, қалай деген. Үшіншісі осы ең басты қателердің бірі басқа курстардың бұл не? Ниша таңдау. Неге? Өйткені мен сізге айтайын. Ешкім нишасын таңдамайды. Нишасын елдер не істейді? Өте маңызды, табады. Ниша табу. Өте маңызды нәрсе. Бұны түсінген адам, мен сізге айтайын, қанша жерден мықты кәсіпкер болсаңыз да, қанша жерден идеяңыз мықты болып жүрсе де, қанша курсқа да барып жүрсеңіз де, егер сіз нәтиже алмай жүрсеңіз, қалтаңызда ақшаңыз болмаса, бірден бір себебі осы ниша таңдау мен ниша табудың арасындағы айырмашылықты білмеу. Неге? Ниша таңдау деген сөздің арасында мынандай нәрсе бар. Мен кез келген нәрсені істей аламын. Хочешь, любой нәрсе менің қолымда, қалтамда деген тәкаппар ой. Неге? Өйткені, сен кез келген нәрсені істей аласың, кез келген нәрсе саған болады, бірақ адамда өзінде предрасположенность деген нәрсе бар. Ол не ол? Бір нәрсеге деген икемділік. Құдай біз жаратқан кезде бір нәрсеге икемді қылып жаратқан. Біздің мақсатымыз соны икемдеп жаратқан нәрсемізді тауып, оны қолдану, басқаларға пайдалы болу. Сен таңдау деген сөз арқылы бұл қандай болады? Таңдау, қараш, ойлашы, магазинде жүрсің, таңдап атсың. Демек сен крутойсың ғой. Крутойсың. Ұнады, ұнаған жоқ, ақшаң бар. Енді сен ақшаң жоқ болса, магазинге барып таңдауың болмайды ғой почти. Неге? Егер ақшаң аз болса, неге ақшаң жетеді, соны аласың. Солай ғой. Өте маңызды нәрсе, бұл сен тәкаппар болғаның. Ал ереже, тағы да бір ереже, бұл бизнесте тәкаппарлық болмайды. Білесің, ойында Барселона Ливерпульден ұтылды. Себеп айтады, менсінген жоқ. Ойында, кез келген ойында қарсыласыңды, немесе сенің ойнап жатқан адамыңды, сопернигіңді менсінбеу бұл ұтылысқа алып келеді. Сол сияқты кәсіпте де, бизнесте де кез келген салада разница жоқ. Кез келген, хоть массаж істе, хоть ресторан аш. Егер сен таңдаймын, өзінше болып, крутой болып жүрсең, нарық, базар сені сразу орнына қояды. Ал бұл жерде қандай нәрсе? Табу. Табу деген қалай табасың? Іздесін табасың, Іздеген адам табады. Сондықтан, мынау көп мәселе, мынау бизнесте қателесудің себептерінің көбі елдер таңдап жүр. Таңдау жоқ да, бірақ таңдап жүр. Қалтасына ақшасы да жетпейді. Ойлашы, мысалы үшін, қалтаңда бір 2 миллион теңге бар, бизнес басын деп жатсың, сен таңдай алмайсың ғой, по-любому, ол өтірік. Сен іздейсің, осы 2 миллион теңгеге не істей аламын деген сияқты. Сондықтан да біздің жұмыс іздеу. Іздеген адам табады. Бұл өте маңызды нәрсе. Енді осылардың бәрін қорытындылай келе түсіндірейін мына нәрсені. Ойлайсың, қуаныш, хорошо, мынау ережелерің болмайтын ереже екен. Жарайды, ал гипотезамыз, идеямыз дұрыс болмай қалды, шығынымыз көп болып кетті. Хорошо, жаңағы мынау сұраққа жауап бере алмайды екенмін, не, қалай, және кімге деген сұраққа. Жарайды, жауап бермей қойдым. Ал хорошо, мен нишаны таңдадым деп айттым, іздеген жоқ. Мал не болып дейсіз ғой? Айтайын деген не болған. Әлемде, Қазақстанда одан да көп
ашылған бизнестердің 90%, ойланып көрші, 90% бірінші жылы өледі. Вот, қайқалып келеді ол нәрсе. 90% бірінші жылға бөледі. 3 жылдан кейін 96% бизнес өледі. Қалған 3-4% ойлашы. 100 адам адвокатиксіңдер, сабаққа басадыңдар, 100 адам. 3 жылдан кейін оның 96-сы өліп қалды. Қалай? Ойлашы, анау трагедияны ойланып көр. Еще не факт, что мыналар ақша табады. Не факт. Просто бұлар аман-есен қалғандар. Вот ойлан. Мынау қарапайым ережені дұрыс істемегеннен адамдар осындай өте үлкен ұтылысқа ұтылады. Ана ойлашы, футболдың ережесімен баскетбол ойнай алмайсың ғой. Баскетболдың ережесі бөлек, футболдікі бөлек. Сондықтан кәсіпте де осы қарапайым 4 ережені сақтаған кезде біздің 90%-дің біріншіден, бірінші жылы 90%-дің ішіне болмауға өте үлкен көмек береді. Мен оны ойландым. Мен жалпы өз бизнесте моделінде, мен енді кішкене өзімді оқыған адамын, менде басқаша модель, менің моделім бойынша адам өзін дамыту керек, өте үлкен, өзін тұлғалық ретінде ең бірінші өте үлкен дәрежеде дамыту керек, бір аудитория керек деген сияқты, өте үлкен жұмыс жасау керек. Бірақ бұл сәл қиындау, бұған көп адам шыдамайды. Бұған бір 3 жыл керек, 5 жыл керек. Мысалы үшін Акоп деген периодты айттым екінші кітабымда. Көп адам бұған шыдамайды. Сондықтан бізге, мен ойландым, қандай бір варианттар бар? Біз қысқа, оңай, және де нәтижесін тез көретін нәрсе істей аламыз. Естеріңізде бар ма? Шомба онлайн университетінде оқыған адамдар білет. Бұлар кісілер ұйқыларын жеңді, бұлар 20 жыл бойы, 10 жыл бойы, 5 жыл бойы жеңе алмаған жүрген ұйқыларын біз бүйтіп бір аптада жеңуге көмектестік. Неге? Өйткені методика бар. Дәл сол сияқты біздің сауда хандығы деген курсымызда тура осындай, мынау 90% шығыннан, 90% банкротстводан аман-есен шығып кетудің бір жолын сізге беретін керемет методика дайындап қойдық. Сол методиканы қысқаша осы жерге айтып берейін. Қысқаша деп қоямын, бірақ өте үлкен, қазір өміріңізде қолдансаңыз да болады. Өзіңіз қиналып немесе біздің курсқа жазылу арқылы бұны өте тез, оңай, тем более арзан. Түсіндірейін, қараңыздар, кеттік. Ана эстрада сабағы деген сияқты, кеттік. Схема мынандай. Адамдарда қайтадан айтылайын. Былай ойлайды. Қазір мен өткенде сұрадым. Мысалы үшін 10 адамнан сұрасаң, миллион теңге табу оңай ма, қиын ба деп сұрасаң, маған 9-ы миллион теңге табу ол оңай емес деді. Қиын ба? Қиын. Еще біреу айтып тұр, оңай емес, 9 айтты қиын деп. Миллион теңге табу қиын. Ойлаңызшы, миллион теңгені табуды қиын деп ойлаған адам, қайта мен айтам, миллион теңге табу үшін айына даже ми керек емес. Біздің айтқанымыз істесең болды. Түсіндірейін неге айтып тұрғанымды. Миллион теңгені сен табуды қиын деп ойласаң, сен жасайтын нәрселер де қиын болады. Өте маңызды нәрсе. Сен бір нәрсені, мысалы үшін айталық, шашлик пісіру қиын. Значит, шашликке байланысты кез келген нәрсе қиын болады ғой. Мысалы үшін қой сою қиын, мариновкасы қиын, бәрі қиын деп ойлаймыз біз. Сол сияқты бизнесте де біз миллион теңге, 500 мың теңгені табу қиын деп ойлағаннан кейін оңай жолдарға сенбейміз. Ал мен сіздерге соны оңай жолмен қалай табуға болатынын айтып берейін. Бірінші ереже бойынша сен тапқан табысың мен шығының дұрыс болса, табысың көп болу керек, қате болса шығының аз болу керек. Соған жауап берейін. Енді біздің қазір көрсететін нәрсеміз бұл сізге қалай, біз маркетинг қой башқын кезде, көбісі маркетингті вообще есе бұрына бармайды, бара істей алам деп ойлайды, бірақ ешкім қолданып көрмеген. Автоворонка, SMM, таргетинг, тағы не бар сіздің? Сайт жасау, бұлардың бәрін бекітіп үйренетін бір методика. Екінші методика, мен сізге қалай 50 мың теңге товарға, максимум 25 мың теңге рекламаға салу арқылы айына 500 мың теңге жетуге болатын туралы көрсетейін. Біздің елдер айына 500 мың теңге табу үшін мен сізге айтайын. Бұл анша-мұнша кафе, ресторан, мен енді ресторан жақсы білем ғой. Анша-мұнша, ол елдер 5 миллион, 10 миллион теңге, 20 миллион теңге тауып, айына 500 мың теңге тауып қолы мүмкін, даже соны зәру болу мүмкін. Сондықтан да қалай
50 мың теңгемен айына 500 мың теңгеге жетуге байланысты мен сізге бір методика түсіндірейін. Сол методиканың аясында бүкіл сұраққа жауап беремін. Кеттік, қараңыздар. Сізде бұл жердегі фишка ниша таңдау деген оңбаған бір сөз. Ол сөзден құтыламыз. Ол не деген сөз? Нишаны ешкім таңдай алмайды. Кез келген нормальный, есі дұрыс, ақша тауып жүрген, қалтасында какой-то бір ақшасы бар адамнан сұрақ көріңіз. Сіз айналып жүрген салаңызға қалай келдіңіз? Бәрінің айтатын сөзі случайно. Случайно келдім. Мен де Румиді ашқан кезде, мен әшейін случайно Алматыға келіп, случайно Айдос мырзамен кездесіп, ол кісі маған айтып қалды, Қуаныш, еще случайно қасындағы бір жаңағы палауханаға барып айтты да, Қуаныш осы аштық. Мені көріп қалған случайно бір кісілер тамақ ішіп көріп отыр, қыздар келіп жатыр екен, балалар келіп жатыр екен. И мен айттым, әшейін айта салдым, әшейін. Осындайдың Алматыда бір онын ашу керек екен ойдым деп. Сосын Айдос мырза случайно біреуге звондап қалып, ол кісі случайно келісіп қалып, и маған айтады да, Қуаныш, как бы кәсіппен, осы бизнеспен айналысуға қалай қарайсың деген сияқты. Қарасаң, случайно Алматыға барғаным случайно, көріп қалғаным случайно. Бірақ елдер бұны айтуға қорқады. Елдер бұны айтқысы келмейді, өздерін герой қылып көрсеткісі келеді. Мен бүйткен, мен тапқан бір өтірік оның бәрі. Анау бай адамдардың айтатын бірінші шындығы случайно табылған. Енді қараңыз, бұл неге алып келеді? Бұл мынандай, демек сіздің табатын нишаңыз, сізге ала бұйыртса айына 500 мың, 1 миллион теңге алып келетін нишаңыз, услугаңыз, товарыңыз, сізге шетелге баруға мүмкіндік беретін, білесіз, Қазақстанда 80% адам шетелге шықпаған. Айына 500 мың теңге тапсаң, 1 миллион теңге тапсаң, шетелге шығу мүмкіндігі бар ғой. Саған соншама ақша алып келетін мүмкіндікті сен случайно табасың. Өте маңызды нәрсе, случайно. Қалай табасың? Іздеу арқылы. Сондықтан, мына біздің мен қазір көрсететін методика, бұл өте профессионалды тұрғыда іздеу. Іздеген адам табады. Ойланыш, баяғыда болатын золотая лихорадка деген Калифорнияда. Елдің бәрі алтын іздейді, тас бітіп отырады ғой. Сол сияқты сізде ала бұйыртса қазір профессиональный іздеуші боласыз. Сіздің қазіргі тапсырмаңыз, бұл бірінші этаптағы тапсырмаңыз, бұл ақша табу емес. Бірақ ақша табасыз, азды көпті, көп ақша таппайсыз, 500 теңге таппайсыз. Бірақ сіз қай товармен айналысуға болатын іздеуді үйренесіз, Б бұны қалай клиентке жеткізу керек екенін осы екі сұраққа бүйтіп үйренетін боласыз. Кеттік. Бірінші схема, бұл до конца тыңдап алыңыз. Қызметпен де, услугамен де немен айналысатын болсаңыз да, осы до конца тыңдап алыңыз. Бірінші сіз 50 мың теңгемен, айттым ғой, 50 мың теңге. 50 мың теңгемен бастайсыз. 50 мың теңгеден көп ақшаға салуға болмайды. Себебі, егер қазір түсінесіз, қателескен болсаңыз, максимум сіздің шығыныңыз 50 мың теңге. Максимум болды. Бірақ алатын сабағыңыз шексіз. Бірінші нәрсе, сіз 50 мың теңгеге 10 мың теңгеден 5 түрлі товар аласыз. Сіз мынаны айтуыңыз мүмкін, мен қызметкермін ғой, мен оны қалай істеймін, мен фрилансер болғым келеді, мен товар таба алмаймын, мен ауылдамын деп айтуыңыз мүмкін. Керемет. Қараңыз. Қызмет жасау, менде қызмет жасамыз ғой бізде. Қызмет жасау бұл өте үлкен упаковка қалайды. Мысалы айталық, парикмахерский. Қызмет пе қызмет. Бірақ бұл қызметті алу үшін, сізге клиентке ұсыну үшін, сізге не керек? Сізге бір витрина керек, сізге бір аппарат керек, сізге примерно 500 мың теңге керек. Сіз бар ғой, 50 мың бастай алмайсыз. И то бірақ қызмет түрі. Ол қызмет түрі жүрмей қалуы мүмкін. Сондықтан да сіздің бірінші нәрсеңіз бұл іздеуді үйрену. Товар ең жақсы нәрсе. Бірінші арзан, Б бұл тез нәтиже береді. Ала бұйыртса, мына методиканы дұрыстап істеген адам, біздің мысалы үшін жаңағы сауда хандығы деген курсымызда болатын жерде, ала бұйыртса адамдар бір айдың өзінде 200 мың теңге пайда табу керек. Сен парикмахерін ашу үшін өзі 2 апта, 3 апта кетіп қалады ғой, клиент жинау керек деген сияқты да. Сондықтан осы товарды сіз іздеп үйрену арқылы кейін өзіңіздің қызметіңізді іздеп үйренесіз, проблема жоқ. Түк те қиын емес, қазір тыңдап алыңыз. Бірінші товар аласың. Айталық А, Б, С, Д, Е. Бұл товарларды
сен әрқайсысын 50 мың теңгеден салдың. Әрқайсысына 10 мың теңгеден салып шықтың. Әрқайсысына 10 мың теңге салып шықтың. Сенде бірінші раунд болады. Өлшей салайын болды, 50 мың теңгені түсінген шығармыз бәріміз. Сенде бірінші раунд болады. Бірінші раунд деген мына товарлардың әрқайсысына 10 мың теңге бердің. Және енді сен мына жерге керемет нәрсе бар. Мен бұл вообще мынаны өзім кейде айтқан кезде өзім таңғаламын да. Қара, мына жаққа баға қоясың енді. Баға деген болды ғой. Мысалы үшін товар алдың 10 мың теңгеден бәріне. Оны орнына айтады, қандай товар алдың? Бұл товарларды сен өзің қарайсың. Мені түсінетін товарым. Мен мысалы үшін мен енді әйелдердің іш киімін сатпаймын ғой. Неге? Өйткені мен түсінбеймін да оны. Мен түсінетін товарларды аламын. Бірақ бұл товар сезонный болмау керек. Б скоропорт болмау керек. С бұл трендовый дейді, Қытайдан келетін, как очевидный заттар болмау керек. Бұл кәдімгідей срогы ұзақ, елдердің алатын, сатылуы оңай бір товар болу керек. Бұл товарды қайдан аласыз? Алматыдағы барахолка. Немесе Алматыдағы барахолка сияқты базар. Бұл сізге елдер қазір алдап жүр ғой. Қытаймен товар, Қытаймен сауда, қиындатып жібереді. Біздің білесіз мамандығымыз қиындатпай өте оңай сізге түсіндіріп беру. Барахолкаға бар, барахолканы сатып ал. Неге? Өйткені қайтадан айтылам, оңай. Б Қытайға елдер бітеді. Мен бизнес ашайын деп отыр едім. Кеттік дейді, қалтасына 2000 долларын салып алады, 5000 долларын салып алады, Қытайға барады. Қытайда оны лақтырады, оны алдайды. Қытаймен жұмыс істеген деседі, оңай нәрсе емес. Мен Түркияда оқыдым ғой. Оңай емес, ол жерде нюанстар көп. Сондықтан да қазір сізге риск минимальный болу керек. Бірінші ереже қандай? Сен қазір іздеп жатсың. Қателессең, шығының минимум болу керек, тауып кетсең, шексіз. Кеттік па? Енді мына баға қоясың. Қара. Мына мен өзімнің личный секретімді айтайын. Кейін өшіріп тастаймын. Өзі кез келген товар, кез келген бизнес төрт-ақ нәрсемен жарысады. Болды, басқа ештеңемен жарыспайды. Бірінші нәрсе бұл айталық бір бизнеспен екі бизнес. Екеуінің айталық менің рестораным мен басқа біреудің рестораны. Менің парикмахеріме біреудікі, пекарине біреудікі, менің мойка біреудің мойкасы, разница жоқ. Бұл төрт-ақ нәрсемен жарысады. Бірінші нәрсе баға. Ең тупой метод конкуренция бұл баға. Ең тупой. Маған мигері жоқ. Көрдің ғой, мен сенікі қымбат, менікі арзан, все, болды, кете береді. Бұған енді ешқандай мигері жоқ, елдің бәрі в основном осымен жарысады, осы жерде қадалады, бұл жер қалтаға ақша әкемеудің бірден бір жолы. Екінші нәрсе бұл сапа. Бұған енді көп адамды духы жетпейді. Неге? Сапа деген бұл уже расход, бұл уже средний орта чектің көтерілуі. Мысалы үшін Румида біз жасаған палаулар, Алматыдағы ең мықты палаулар. Біз ең мықты күріштерді қолдандық, ең мықты сәбіздерді қолдандық, мебельдеріміз ең мықты болды. Мысалы үшін біздің қазір көріп отырған сабақтың өзі өте сапалы. Кітап екінші ма, қағазы бойынша мәселе жоқ. Сондықтан да сапа. Бұған көбісінің духы жетпейді, өйткені бұл бағаны көтереді. Ал мына бағамен жарысатын адамдар 90% адам осы жерде жүр, 90% адам осы жерде соғысып жүр. Сапа. Одан кейінгі екінші нәрсе бұл уақыт жағынан. Жылдамдық. Кім жылдам істейді? Төртінші нәрсе бұл сервис. Мына жақта жоқ почиштім, берді. Сен жарысасың мынамен. Бірақ мынау этапта қараңыз, сервисті қою үшін ол обучение, бұл персонал, бұл команда. Бұл өте үлкен жұмыс, бұл біздің ана бұған екінің бірінің уақыт жетпейді. Сапамен жарысамайсың. Сізден сервисмен жарысу ұзақ уақыт алады. Ол стратегия кәдімгідей, бір жыл, 2 жыл керек оған. Бірақ бұл жарысты кім жеңеді? Все, чемпион, король. Уақыт тездету. Бұл технология, бұл IT решение, бұл курьерлер дұрыс болу керек, бұл жерде кәдімгідей ауырасын, уақыт керек. Және сапалы болу үшін кішкене бұған оборудование керек, соответственно, бұл қымбат. Сондықтан да дәл қазір мына этапта біз бұл жерде қараңыз, мына этапта ешкім ақша таппайды. Бұл этапта біз іздеуді үйреніп жатырмыз, өте маңызды біліп ал. Қай нишаны іздеуді үйреніп жатырмыз. Бұл не? Тупой, бірақ өте жылдам, ең мықты метод бұл баға. Все. Сен нарыққа келдің, арзан берсең бітті, клиент сенікі болады. Кейін көтеруі мүмкін, бір қайтадан айтылайын. Тупой, бірақ өте жылдам нәтиже беретін нәрсе. Сондықтан біз қазір мынау конкуренттерімізбен біз тек қана бағамен жарысамыз. Все, болды.
Сондықтан өшіріп тастаймын, бұл менің секретім, елдің бәріне айта беретін нәрсе емес. Қайттан қайталаймын. Мына жақта біз баға 10 мың теңгеден алдық. Біз енді мысалы үшін айталық, бір товар алдық, ыдыс. Алдың сен оны 4 мың теңгеден. Мына біз методика бойынша 5 мың теңгеден алдың, Сен енді баға қойған кезде қайдан қоясың? Конкуренттерді қарайсың. Қандай баға бар екен? Звондайсың. Алла бұйыртса біз анау сауда хандығында оны біз үйретеміз. Скрипт. Көп адамдар осы сөйлесе алмайды, клиенттерден қорқады. Проблема сол. Скрипт. Ол енді даже кейбір адамдар бірінші рет естіп отыр мүмкін. Осы естімегеннен кейін может ақшаңыз болмай қиналып жүрген шығарсыз, Скрипт деген бар, телефон клиентпен сөйлескен кезде. Оны біз үйретеміз. Болмаса ютубтан қарасаңыз болады. Сіз қарайсыз да конкурентте қандай баға бар, содан 10% төмен түсіріп қоя салыңыз, проблема жоқ. Айталық, сіз екі ыдысты алдыңыз, мынаяқтағы оның конкурентіңіздің маржасы оказывается 50% екен. Сіз 40% қойсаңыз. Уже мынау 14 мың теңге болу керек, 10 мың теңге салдыңыз ғой. 14 мың теңге болу керек. Маржа 40% маржа. Енді екінші бір ыдыс алдыңыз, айтайық, алдыңыз сіз постельный белье, например, Оны көрдіңіз, басқалар 2 есе қосып салады екен, 100% істейді екен, сіз тек қана 80% қойыңыз. 18 мың теңге болады. 10 мың теңгеге алдыңыз. Сөйтіп товар кете береді. Айталық, мына жерде сіз товар не алдыңыз, білмеймін, нәски алдыңыз. Ол болу керек, 14 мың теңге болу керек еді. 40% маржамен. Конкурентті қарайсыз ғой, нерде не болуы мүмкін? Мысалы үшін сумкалар, ол жерде маржа 30%, 10 үшін болу керек. Бірақ бұл қымбат, бір адаммен сделкамен істейсің, айталық, одан кейін не болуы мүмкін? Мысалы үшін, білмеймін, канцтовар, то есть бір дәптер, ручка, блокнот, бір нәрселер шықты, ол болу керек еді 17 мың теңге. 70% маржамен, 30% маржамен. Енді өте маңызды нәрсе, бірінші етапта осы. Сен оны, мынада мысалы үшін максимум 10 мың теңге ғой, 10 мың теңге. Біз максимум бір 2-3 штук бар, сен бұны сатып көресің. Қалай? Бізден де көрсетеміз, бірақ бұл жерде мысалы үшін телеграм, жаңағы сторисің бар, өзіңнің парақшаң бар, парақша ашу бар, блогерлерге беру бар, бұл жерде каналдар көп. Енді ютубтан да қараса болады, қалай клиент жинауға болатынына байланысты. Біз сауда хандығында өте үлкен кең ауқымда көрсететін боламыз. Қара, мына айталық, екінші этапқа өту керек мынау. Екінші этапқа өтпеген қайдан білесің? 10 мың теңге, 14 мың теңге болған кезде. Айталық, А деген кезде сендегі А деген товар өтті. А деген товар өтті. Бұл 14 мың теңге болып қайтып келді, 10 мың теңге. Одан кейін Б деген товар өтпей қалды. Біз жоспарлағанда бұл болып қалды 14 мың теңге. Все, біз оны сызықтаймыз. С деген товар өтті. И Е деген товар өтті. Д мен Б біз ойлағандай болған жоқ. Бұл алып келді тек қана 11 мың теңге. 13 мың теңге. Мына алып келді жаңағы 10 мың теңге. 8 мың теңге убыток, например, алып келді. Бірақ фишка қандай? Сен 50 мың теңгемен кіріп едің ойнаға. Қара, 50 мың теңгемен кіріп едің, сен 14 мың теңге. Не жерде? Мына кім өтті бізде? С 14 мың, 28 мың плюс 17 мың теңге. Получается қанша болды? 45 мың теңге. Қара, 45 мың теңге. Қазір неде 45 мың теңге бар уже. Неде 45 мың теңге. Вроде убыток. Жоқ. Сенде мына товар 17 мың, 18 мың алып келу керек еді. Саған бұл алып келді қанша? Айталық там. 11 мың теңге алып келді. 11 мың теңге. Сол ойлағандай болған жоқ. Өз бағасына беріп жібердің, все. Болмайды екен бұл товар. Мен ойлағандай болған жоқ. 11 мың теңгең тұр жерде. Бұл да 56 мың теңге. Плюс сенің неқта 13 мың теңге, нан 8 мың саттың. Сенің 44 мың теңгең, қара, сен неқта 50 мың теңгең неде 64 мың теңгеге айналды. Өте маңызды нәрсе. Себеп, сенде енді товар не болды? Ақшаң қолында. Сен енді мына товар өтті ғой. 10 мың теңге әрқайсысына. Енді сен бұларға 20 мың теңге саласың. Почему? Өйткені мыналар случайно болып қалуы мүмкін. Сен білмейсің ғой. Бізге воздухқа атуға болмайды. Конкретно білуіміз керек қай жаққа баратынымызды. Өте маңызды нәрсе. Енді келесі жолы не істейміз? Маған 20 мың теңге саламыз әрқайсысына. 20 мың, 20 мың, 20 мың. Ақша қайдан аламыз? 64 мың теңге. Тұр. 4 мың теңге қалдап тұр. Все. Енді не болады? Біздің жоспар бойынша мынаған біз уже 20 мың теңге салдық. Бұл болу керек бізде 28 мың болу керек. Біздің жоспар бойынша мынау да 28 болу керек. Айтақ, мынау 34 мың болу керек.
кетті товарға. Ары қарай уже екінші циклға жібереміз. Қайтадан Инстаграмда қазір түсінбей жатсаң проблема жоқ, өйткені бұл стратегия. Бұл жерде таргетингті қалай жасаймын, парақшаны қалай істеймін, қалай парақшаны әсерлеймін, ол білмеуіміз мүмкін. Оны біз үйретеміз, қатты қиналма. Қара, көп адамдар SMM курсына барып алады. Көп адамдар таргетингті оқып алады. Көп адамдар осындай бір сайт жасауды оқып алады да, бірақ қалталары пустой. Ода кеше маған бір қарындасым айтады: "Қуаныш аға, сіздің курсыңызға жазылғым келеді, бірақ әке шешем мен жібермей жатыр. Мен талай курсқа барып едім, нәтиже алмадым" деп айтып жатыр. Не істесем болады? Айтамын да, білмеймін жаным, енді ақша табу керек еді. Өткенде қыранмен болған видеоны қараған шығарсыз. Қыран айтады ғой: "Мен видео түсіріп жүрген кезде әке шешем қарсы болған, үйге ақша апарып беріп едім, все. Сен егер ақша тауып жатсаң, ешкім саған қарсы болмайды." Сондықтан да SMM-ге жаратылған ақша, таргетингке жаратылған ақша уже жұмыс істейтін болады. Білмесең проблема жоқ, тез үйретеміз. Қараңыз, ендігі стратегия, 28 мың теңгемен уже кіресіз сіз ойынға, С-мен. Қарайсыз, екінші раунд. Екінші раундта С, К, Е-ді кірді. Екінші раундта бізде А категориясы болмай қалды. Бұл 28 мың емес, бұл болды 24 мың, мына болды 28 мың, мына болды 34 мың. Жоспарлаған болды. Енді не болды? Уже мынау қалады. Мынау ақша қалады. Енді біздің стратегия қараңыз. 34, 28 қанша ақша бар еді? 50, 62 мың, плюс үші 24 мың бар. Мына ақшамыз 86 мың теңге болды. Алдыңғы 4 мың теңгеміз қалған. Тұр 90 мың теңге. Біздің қара. Біздің 50 мың теңгеміз уже 90 мың теңге болып кетті. 90 мың теңге уже 50 мыңымыз. Екінші раундта біздің 50 мың теңгеміз 90 мың теңге болды. Әрине шығындарымыз бар. Жолға деген шығындарымыз бар, оны санап жатқан жоқпыз. 500 теңге, 1000 теңге ол товардағы ақшамыз санап жатырмыз тек қана. Реклама ақшаны қатты санап жатқан жоқпыз. Ол болды 2000 теңге, 10 мың теңге, ол ақша по-любому 25 мың теңге деп айттым ғой. 50 мың теңге плюс 25 мың теңге соның ішіне кірсін. Қазір қалтамда 50 мың теңге бар, 90 мың теңге бар. Көп адам осы жерде құтырып кетеді. Ойлайды: "Все, енді не істейді? Товардың бәрін қараңыз, бірінші адам қатесін не жасайды? Ең бірінші қателік, елдер өтіп кетті мына екі товар. Опа дейді, бұған барып алады да, сразу 200 мың теңге, 500 мың теңге салып жібереді. Өте үлкен қате. Риск жоқ. Асықпай рисковать етесің. Өйткені бірінші рет сенде случайно болып қалуы мүмкін. Екінші ретте істейсің, екіншісінде де қателік сондай болады. Сен көп ақша салып жүресің. Бұл жерде көп ақша салмайсың, не істейсің? Сенде бітті. Сенде қазір фаворит тек қана С мен Е. С мен Е. Үшінші раундқа шығады. С мен Е, сенің методикаң бойынша енді сен екі есе бағасын көтеріп жатырсың. С мен Е-ді. Бұл жерде 28 мың теңге емес, сен уже 40 мың теңге саласың товарға. 40 мың теңге саласың. 40 мың теңге салдың. 40 мың теңге салсаң 68 мың теңге шығу керек. Бұл жерде 40 мың теңге салды. Мына 56 мың теңге болу керек. Айталық, біздің келесі методика бойынша, келесі турда, үшінші турда бізде мынау болған жоқ. Тек қана 68 мыңдық товар болды. Наоборот, керісінше болсын, бұл біздің 68 мыңдық біздің услуга болған жоқ. 68 мың орнына біз тек қана 60 мың теңге таптық. И мынаның орнына 56 мың теңге. В итоге шықтық ақшамен қанша? 116 мың теңге. Все, бізде бір товар таңдалды. Мына товар. Бұны біз қайтадан қайталаймын. Бұны 4-ші этапқа тағы да жасаймыз. Өте маңызды нәрсе. 4-ші этапқа осыны жібереміз. Неге? Бұл жерде асықпау маңызды. Сен үйреніп отырсың. Бұл жерде айталық, сенде қазір Е мен С жарысқан. Енді мынау болмай қалды. Сені табылды С деген товарың. Бұны сен таптың. Өте маңызды. Бұл товарды таптың деп енді қатты қуанып қажет жоқ. Енді бұл товар шынымен де нарыққа бейімді ма, бейімсіз ба, бұны көру керексің. Қара, неде сенде аз товар алдың ғой, сондықтан да сен қолында көп товар жоқ. Саған офис керек жоқ, саған сотрудник керек жоқ. Бана сұрауы мүмкін да: "Қуаныш аға, айтып жатсыз ғой, мен бағамен қалай жарысам" деп. Қара, сенің конкурентің, қазір сол товарды сатып жатқан конкурент, оның офисі бар, оның сотрудниктері бар, оның счет фактурасы бар, оның налогы бар. Сенде әлі түгі жоқ. Жоқ қой сенде, сен жарыса аласың. Сондықтан да бұл жерде қорқып қажет жоқ. Бұл жерден бухгалтерия да. Енді мына товар шықты. Бұл товарды, бұл жерде тағы да бір фишка. Сенде анау товарға деген махаббат болмау керек. Болса болды, болмаса болмады. Көп адам мынандай қателік жасайды, мен сізге айтып берейін ба? Көп банкротство,
көп қалтадан шығу, елдер примерно былай басталады, миллион теңге салады бизнесіне, скорее всего оның мен сияқты мұғалімі жоқ, өзі барып аспанға атады, миллион теңгесін жоғалтады. Не істейді білесіз ба? Сол миллион теңгені жоғалту үшін тағы да 5 миллион теңге ақша салады сосын. В итоге 5 миллион 6 миллионға қадалады ол адам. Қалай істеу керек еді? Мына жерде біздің методика бойынша сен 50 мың теңге салдың, 50 мың теңге скорее всего көбейді. Ешқайсысы болмай қалған күннің өзінде 50 мың теңге максимум қалтаңда қалады. Келесі 5 товар іздейсің. Немесе 50 мың теңге жоғалтып алған күннің өзінде 50 мың теңге артына сүңгіп кететін ақша емес, жарайды қайыры, басқа 50 мың теңгемен көрем деген сома. Өте маңызды нәрсе. Бұл өте бір гениальный, мен ойлаймын, стратегиялардың бірі. Қараңыз, мына товарды 4-ші этапқа жібересің. Бұл товар не болады? Сен бұны 40 мыңға салғансың, сен 80 мыңға жібересің. Қолында 116 мың теңге бар ғой. 80 мың теңге жасайсың да енді 4-ші этапта не болады? Қара, 4-ші этапта енді бұған сайт жасалады. Өте маңыздысы. Бұны упаковка. Бұл жерде упаковка жасайсың. 4-ші этап. Бұл жерде упаковка. Одан кейін бұл жерде сайтын жасайсың, офферларын дұрыс бересің, конкуренттерін зерттейсің, бәрін зерттейсің бұл жерде. Себебі сенде уже қолында өтетін, сен уже 3 рет сатып болған товар бар. Өте маңызды нәрсе. Плюс сенде баяғыдағы сен 50 мың теңгемен былай істемейтін едің, сен қолында 116 мың теңге бар, 80 мың теңге товарың бар. Қара, саған қазір андай өзіңе арам ой келеді. Мен типа базарға барамын да товар алмаймын, сата берем деген. Басқа курста үйретіп жатыр ғой. Товар алып қажет жоқ деп. Бұл өте опасный, өте қате пікір. Себебі бұл жерде уже өтірік бар, алдау бар. Сен товарың жоқ қой, жоқ товарды қалай сатасың? 1, 2. Кез келген бизнесте, кез келген ойын бизнесте ақшамен ойналады. Сен когда өзіңнің хотя бы 50 мың теңге, әр товарға 10 мың теңге ақша салған кезде, сен уже миың басқаша жұмыс істейді. Сен уже сен кез келген товарды ойлан, базарға бардың, ақша салмайсың, аспаннан жүрсің, қош мынаны көрем деп. Ол болмайды олай. Конкретно, егер сен уверенный болсаң, затыңа, сен онда ақшамен дәлелдейсің. Олақмын ғой, саласың. Сонда сен алып қойған товарды сату үшін бүкіл нәрсені істейсің. Аспанда фантастика болмайды, потому что күйіп кетеді ақшаң. Сондықтан да бұл жерде сенде уже қалтаңда 80 мың теңгенің товары тұр, жаным. Ойлан. Сенде уже воздух жоқ. 80 мың теңге. Сенде уже сайт бар. Саған қара, әлі сотрудник керек жоқ, офис керек жоқ, түк керек жоқ. Түк керек жоқ. Бұл не болады? Енді сенің идеяң бойынша сен уже нең бар, конкурентің бар. Сен уже контекст жібере аласың, құдайға шүкір, ақшаң бар кішкене. Сен намен кірісесің. Егер гипотеза бойынша, мынау ақша, мынау бір сұрақ болуы мүмкін, мынау қанша уақыт деп. Бұл енді мысалы өткенде Қуан мырза істеді, осы методиканы өзім жақсы көретін шәкірттердің бірі. Ол бір аптада істеді. Бір аптада ойлан, 50 мың теңгемен 150 мың теңге тапты, 163 мың, 163 мың теңге тапты. Ол зәмзәм суын тауып алды, өйстіп жүріп. Ойлан, датавоз істеген, барахолкада зәмзәм су бітіп қалған. Сондықтан бұл методиканы басқа шәкірттері де істеген. Нереально, 5 жыл бойы, 2 жыл бойы товар сатамай жүрген адамдар, жиналып қалған товарлар бұл жерде енді көп. Мына методика өте маңызды методика. Сондықтан да уже сайт басталады. Енді жаңағы мынау бірінші этап, екінші этап, бір апта болуы мүмкін, 2 апта болуы мүмкін, адамның өз типіне байланысты. Бірақ біздің неге келетін болсаңыз, біздің курста алла бұйыртса біз ойлап отырмыз 2 немесе бір айда, примерно ойлап отырмын 2 аптада 1 рет деп, алла бұйыртса біз сол алғашқы айында бастап уже ақша таба бастайды деген содан шыққан әңгіме біздің. Алла бұйырса айтып отқан нәрсеміз сол, бір аптада 50 мың теңгеден 150 мың теңгеге шығасыз деген біздің әңгіме сол, бізде өте маңызды нәрсе. Біз айтамыз ғой курста. Алғашқы біздің негізі курстың бағасы 100 мың теңге ғой, айтамыз да 50 мың теңге төле. Бір ай 3 айдың ішінде сен 200 мың таппасаң, қалған 50 мың теңге төлемей қой деп. Осы сабақтың соңында сюрприз бар, оны тыңдап көресің. Енді қара, нерде сенде упаковка өте маңызды. Басқа курстарда қалай болады? Басқа курстарда сен біріншіден нишаны таңдап ал дейді. Ол үшін таңдауға барған жоқ, өтірік таңдаласың, сразу күш саласың, түсінбейсің, не болып жатыр, қай жаққа кетті. Ал бізде олай емес. Бізде тек қана А сатқан, Б білетін, С нарық уже реально жұмыс істемейтін уже түсінген, бұл жерде уже бір ғана товарды әдемілеп, асықпай істейсің. Ол сайттарды қалай істеу керек, немен істеу керек, оның бәрін көрсетеміз. Сенің қазір мүмкіндігің жоқ болса, YouTube-тан қарарсың. Сәл ұзақ уақыт алады, көр енді. Мынау упаковкасы бәрін істейсің да, енді сенің жоспарың 2 апта бойы осыны тест жасау. 2 апта бойы. Көресің, уже рекламасын жібересің. Жоспар сенде мынандай. Мынау ақшаны мен 80 мың теңге товар алдым ғой. Бұны
500 мың теңгеге жеткізу керек. Сол потенциал бар ма, жоқ па? 500 мың теңге сенің мақсатың қара. Мына нәрсені түсінесің ғой. А, Б, С, Д, Е деген этаппен кетті. Сөйтіп бұл үш раунд өтеді. Бірінші раунд, екінші раунд, үш раунд. Айталық, бірінші раундқа бәрі келді, екінші раундқа өтті. А, С, Е, например, өтті. Үшінші раундта С мен Е қалды. Все, төртінші раундқа екеуі де өту мүмкін, біреу өту мүмкін. Айталық, бізде С өтті. Енді төртінші раундта бізде не болады? Упаковка сайт болады. И бізде бесінші нәрседе, бесінші этапта бұл не болады? Бұл 500 мың теңгеге жету керек. Бұл енді 500 мың оңай ақша емес. Таза, 500 мың оңай ақша емес. Не істеу керек бұл? Бұған уақыт керек. Енді сен қарап отыра бермейсің ғой. Енді қара, ақша мына жерде. Ақша төртінші раунд емес, ақша бесіншіде, ақша осы жерде. Мына жерде сен тек қана іздеп отырсың. Сен негізгі тапқың келетін біздің курстың атауы қандай еді? Сауда қандағанда. Айына кемі 500 мың теңге табыс табуға апаратын курс. 500 мың теңгеге келесің. Бұл енді 500 мың теңге болмай қалуы мүмкін, бұл 300 мың теңге, 200 мың теңге болып қалуы мүмкін. Енді бұл Құдайдың рызқы ғой. Алланың рызқына ешкім араласамайды. Біздікі құл ретінде іздеуміз. Енді не болады? Сен екінші, сен уже мынау 4-ке уже не жеткен кезде, 4-ке бізге енді негізі біздің курста мен сізге оңай қалып жатырмын. Негізі біздің курста сәл навороттары болады, кішкене өзінің нюанстары бар. Ол жерде кішкене не болады. Уже мынау 4-ке келгенде сен тағы да 5 товар таңдайсың ғой, өзі түсінің ба? Кете береді мынау. Уже қара, не жерде сен бірінші циклында уже мен айтамын. А, Б, С, Д, Е тестін жасап бітесің де, бұл жерде уже сайт болып жатады. Упаковка 5-ші этабында айтайыншы. Уже бұл жақта бітіп, 4-ші этап істеген кезде сенде екінші рет не басталады ғой? Екінші 5-тік кетеді уже. А, Б, С. Бұл біткенде кете береді да. Сенің мақсатың қандай? Сенің мақсатың бұл жерде, сенің мақсатың 5 товар, 5 товарды іздеп табу, который 500 мыңнан ақ береді. Ойлан, 5 товар, сені 500 мың теңге. Бұны маржинальності болсын, біздің аяқта маржинальностіміз қанша еді бізде? 40% етін. 5 товар таптың. Еще 5 товар деген, ешқандай да қиын емес та. Уже бұл жерде 500 мыңнан кейін сен бір кішкентай бір қызды алып, телефонға жаласаң болады, бір 60 мың теңге, 70 мың теңге, мен үйінде отырып ақ, офис түк керек жоқ. Бұны сен ойлап қалуы мүмкінсің, сен алдап отырсың. Жоқ. Наоборот, елдердің проблемасы, айтып отырмын ғой, бізде қазақта бар, красавчик болу деген бар, одан кейін бар аяққа тұрып алу деген бар. Елдер негізі любой логично аяққа тұрғаннан кейін красавчик боласың. Красавчик деген не ол? Оның офисі бар, оның кішкене бір секретаршасы бар, может, ассистенті бар, әдемі виді бар. Бірақ аяққа тұрып алғаннан кейін ғой, бірінші аяққа тұрасың, одан кейін барып. Сондықтан да бұл жерде сенде 5 товар болады, 500 мың теңгеге келетін. А 500 мың теңге табу үшін сенде может 10 цикл істейсің, 50 цикл істейсің. Разница жоқ, біз оны үйретеміз. Саған қиын емес. Өзің жалғыз істесең ішің пісіп кетеді, бірақ бізде жарыс болады, әдемі керемет. Хандық қой. 1, 2, 3, 4, 5. Айтады, орташа бәрі болды 2,5 миллион теңге. Саған көп склад керек жоқ. Азар болса бір кішкентай склад ашып алып қойырсың, бір 20-30 мың теңгеге. Мынаны сенің маржинальності 40% болса, 1 миллион теңге товар, 1,5 миллионы товар, 1 миллионы саған маржа. Енді примерно бір қызға 100 мың теңге төледің, товарың бар, арендаң бар, жүріп тұрғаның бар. Қалтаңа жақта смело 500 мың мен 700 мың теңге табуға болады. Қанша уақытта шығуға болады бұған? В принципе, 3 айда шығуға болады, может ұзақ болады, Алланың рызқы. Бірақ бұл жерде методика бар. Сен постоянно іздейсің. Бірақ арасында бір товар болады, который 5 миллионға апарады, который 10 миллионға апарады. Бұл жерде шектеу жоқ. Бұл жерде 500 мың деп отырмыз, ол кете береді ғой, 500 мыңнан кейін қойып қоймайсың ғой. Сондықтан бұл бізге не береді? Бұл бізге өте керемет ниша іздеу. Тура ертең осылай үйреніп алдың ғой. Қазір сен мысалы үшін товаркада үйренесің, кейін сен айталық мысалы үшін қызметкерсің. Қызметкерсің, айтасың, менің бір компетенциям бар, например, шетелге оқушы жібере аламын, ағылшын шетелде оқып келген, ойлан, сен болашақта оқып келген бір адамсың. Сен ағылшын тілін білесің.
неміс тілін білесің немесе француз тіліне разница жоқ. Сен неміс тілінен мұғалім сабақ болуы мүмкінсің дополнительный, шетелге қалай түсуге керек екенін айтып беруі мүмкінсің, Германияға түсуге бойынша консультант болуы мүмкінсің, или сен өзің айталық бір компанияда там мысалы үшін там бренд менеджерсің, қалай басқа адамдар сетевой жұмыс істеуге болады, әртүрлі саламен сен қосымша табыс таба аласың. Бірақ әрқайсысын бірдей бастай алмайсың ғой. Не істейсің? Тура біз үйреніп алған сияқты 1, 2, 3, 4, 5 деп жібере бересің, тест жасап, бұл уже екінші этап. Сондықтан да айтайын дегенім, бізде өте маңызды аз ақшамен асықпай көп ақша жасауға болады. Қара. Бұл өте маңызды нәрсе. Аз ақшамен асықпай көп ақша жасауға болады. Көп ақшамен асығып көп ақша жасауға болады ол нәрсені. Бірақ көп ақшамен асығып қателесу вероятность көп та, 90%. Сондықтан бұл жақтағы менің жұмысым сізге біріншіден 90% құлап қалған, банкрот болған, қиналған адам арасында болмау. Мен 2 рет банкрот болған адаммын. 2 рет мен банкрот болып, ол ащы дәмді білем. Одан ешкім одан кінәлі емес, одан өтуге болады. Бірақ менің жұмысым қандай? Бірінші, курсқа келген кезде сізде қандай плюс бар? Бірінші, скорее всего 90%-ке ішіне сіз болмайсыз. Өйткені 50 мың теңгемен банкрот болмайды ешкім. Просто 50 мың теңгені жоғалту мүмкін. Екіншісі, сіз уже елдердің 1 жыл бойы алып, мына жұмыс істемейді екен деген методиканы сіз бір аптада үйренесіз. Тез болады да. 1 жыл, қазір уақыт тапшы, 1 жыл, 1 апта. 1 апта немесе 1 ай. Елдер 1 жылда қиналып үйренесіз. Екіншісі, үшіншісі, елдер 1 жыл бойы өзінің компаниясына среднем 5 миллион теңге жұмсауы мүмкін. Қалтасынан, бизнес жасап. Айталық, столовый ашып көрді, болмаса кофейня ашып көрді, болмаса парикмахер ашып көрді, көбінесе ашып көрді, баня ашып көрді. 5 миллион теңге алып 1 жылдан айтып болмайды екен деп. Елдердің 5 миллион теңге жарататын нәрсесіне сен максимум 50 мың теңге жаратасың. Төртіншісі, бұл төртіншісі, сен сол елдердің 1 жылда қиналып банкрот болатын сумасында сабағын аласың, білімін аласың, және ақшан кетпейді, және ол тез болады, және де бұл максимально ауыр тимейді. Ауыр тиеді, ойлан, бұларға позор. Ойланшың, бизнес ашып атсың, жүрмей қалып, позор ма? Позор. Бұл жақта спокойно, технично, ешкім білмейді. Болмай қалса, болмай қалады, болса болады. Бұл өте маңызды нәрсе. Сондықтан да бұл жердегі методика сізге осы нәрсенің бәрін біледі. Бізде қараңыз, өзі курста 4 пакет бар. Біріншісі онлайн, офлайн. Неқта бізде VIP, одан Diamond деген болған. Бұл екеуі бітті, толды, рахмет, все, вопрос жоқ. Енді біздің офлайнда 80 орын бар, оның бір 5-еуі өтіп кетті, 75 қалды. Бұның бағасы 298 мың теңге. Мынаның онлайнның бағасы 99 мың 200 теңге. Енді бұл курсқа, айтып отырмын, датыво біз үйренеміз, Аллаға шүкір. Кімде-кім 50%, қазір 50% төлегенге жеткілікті. Кімде-кім бір айдың ішінде салған ақшасы 46-нан салған ақшасы қанша болды? 49.600 теңге. Мынанікі 149 мың теңге. Кімде-кім онлайндағы бір айдың ішінде 200 мың теңге таппаса, қалған 50 мың теңгесін төлемейді. Өте маңызды нәрсе. Тапса, енді ойлаймын, біз жақсы үйреткенбіз, төлейді. Ал ешкім тексермейді, біз сіздерге сенеміз. Бұл өте маңызды нәрсе, біз сенімділік деген. Екіншісі офлайн тура сондай, бұл кісілерде 600 мың теңге. Көп ақша салды ғой, біз өзіміз жұмыс істейміз. Офлайнда мен өзіміз разбор жасаймыз, бұлармен жұмыс істейміз, өте маңызды, офлайн көп адам түсінбей қалған сияқты. Енді қараңыз, бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, кімде-кім қазір бүгіннен осы сабақ шыққан уақыттан бастап 48 сағаттың ішінде бұл курсқа төлем жасайтын болса, біз, внимание, Шомбай онлайн университетінде болған, құны 46.800 теңге, құны 46.800 теңге, 46.800 теңге тұратын 1 жылдық курстың алғашқы
3 айындағы біздің медитация бар, біз өте атақты, елдің бәрі қолданып жүрген 3 айлық сабағын тегін береміз. 3 айлық. Бізде Шонбай онлайнның 1 жылдық курсы болмайды енді, болды. Біздегі бұл алып қалудың тағы да бір шансы. Егер сіз біздің студентіңіз болатын болсаңыз, мынаны бауырыңызға, туған туысқаныңызға берсеңіз болады. Бұл тегін. Кімде-кім осы курсты 48 сағаттың ішінде төлейтін болса, бонуспен құны 46.800 теңге тұратын 1 жылдық курстың алғаш 3 айын тегін алатын болады. Өте маңызды, алдында төлеп қойған 50 адамдар да осының ішіне кіреді. Бізге Анарбай Саматбек деген мырзаға рахмет, Тайбек Жазира ханымға рахмет, Бесенбаев Бағлан рахмет, Елеубаев Дарын, Хамзин Гүлмира сияқты көп деген ханымдар мен мырзаларға бізге сенгендер үшін рахмет. Бұл сіздерде біздің осы бонусымызға ілігесіздер, мәселе жоқ. Сіздерге басы 3 ай дегеніміз енді 1 ай, енді дамытып жатырмыз, курсқа дамытып жатырмыз, және де Шонбай онлайнның 1 жылдық курсын тегін алуға болады. Неге? Бұл қандай мәселе? Бұл қандай мәселе? Келесі 48 сағаттан кейін, Алла бұйыртса, бізге тағы да басқаша сабақ шығады. Одан мәселе жоқ. Басқаша сабақ. Жоқ. 48 сағаттың ішінде төлеген адамдарға тағы да бір бонус 50-50. Енді үлгермеген болса ренжімеңіздер. Келесі 2 күннен кейін сіздерге уже 55% төлеу керек болады. Одан кейін 60-65 кете беретін болады. В любом случае бұл курс сізге керек. Мен сізге түсіндірейін ба, не үшін сізге сатуды үйрену керек? Көрсетейін. Айтады ғой, компания сата алмаса банкрот болады, адам сата алмаса кедей болады деп. Адам өзін сату керек, анамын деп отыр, бәрінің методикасы бір. Қазақстанда 4 миллион жанұя бар дейді. 4 миллион жанұя. 4 миллион жанұяның тек қана максимум 200 мың, бұл получается 5%. Бұл орта классқа жатады. Бұл кісілер кредитке болса да шетелге шыға алады, кредитке болса да үйі бар, кредитке болса да машинасы бар. Бұлар ең көп кредит алған адамдар. Қалған адамдарда ондай мүмкіндігі жоқ. 80% адам шетелге шықпаған. Бұл қалай? Еліміздің жағдайы Аллаға шүкір жақсы, бірақ кейбір адамдар өзін сатуға үйреніп жатыр, кейбір адамдар үйреніп жатқан жоқ. Қараңыз, мен сізге айтайын, сіздің Алла беріп қойған рызқы, иншалла Алланың беріп қойған рызқы басқа бір адамның қалтасында. Ол ұрлап кетті деген мағына білмейді. Оған жақсылық жасау арқылы, оның мәселесін шешу арқылы, оның проблемасын шешу арқылы сізге өз ақшаңызды, нәпақаңызды табу. Қараңыз, мен сізге айтайын, мына жерде сіз болсаңыз, мына жерде сіздің клиентіңіз болатын болса, қазір сіздің араңызда бір проблема бар. Бұл қандай товар, продукт, өнім, қандай өнім беретініңіз наған, бұл сізге ақша беруге дайын. Қазір сізде осындай. Сіз оны сата алмауыңыз мүмкін. Адаммен қалай деген сұраққа оны біз үйретеміз, мынаны үйретеміз. Бірақ қазір сізде осындай. Мен сізге айтайын, осы курстың алғашқы легін өтіп шыққан адамдар, Алла бұйыртса, өтіп шыққанда, бұлар уже клиент. Бұлар уже клиенттерін сөйлесе алады, бұлар уже телефонмен сөйлесе алады. Бұлар не кейін сізге конкурент болып тұрады ортаға. Қазір сізге қазақ тілі аудиториясында конкуренция жоқ. Қазақ тілі аудиториясында. Бәрі орыс тілді аудиториясында. Қазір орыс тілді аудитория массаж жасап көрші, аналар сені жеп тастайды. Олардың SMM-дері, олардың таргеттері, олардың видеолары жеп тастайды. Қазақ тілінде ондай жоқ. Қазақ тілінде видеоны сапалы түсіре алмайды, әлінгейін скрипт дұрыс емес, әлінгейін телефонмен дұрыс сөйлесе алмайды, отдел продаж дұрыс емес. Ол жаман ба? Нарыққа жаман болуы мүмкін. Бірақ сен үшін өте үлкен мүмкіндік. Өйткені ойлашы, біз қазақ тілінде кітап жаздық, орыс тілінде елдер армандамаған тираждарды көрдік. Неге? Өйткені қазақ тілді аудитория қазір байып жатыр, өсіп жатыр. Бұлармен өздерімен адам сияқты сөйлесетін кәсіпкерлер керек. Сондықтан да сату бойынша үйреніп, қалтаңда ақшаға кішкене толтырудың бірақ жолы бар. Қайтадан айтамыз, бұл сатуды үйрену. Маған енді бүкіл адамды мен құтқара алмаймын. Ондай мен жұмысым емес. Әр адам өз рызқын өзі табады. Бірақ 50 мың теңге салып ақша тапқым келеді, қосымша ақша тапқым келеді, байығым келеді. Азды көпті Құдайға берген денсаулығы бар, қол екі аяғы бар, үйренгім келеді, елдің жасаған нәрсесін жасағым келеді дейтін болсаңыз, мархабат төменде кнопкаға өтіңіз. Орындар саны шектеулі, уақыттардың саны шектеулі, 48 сағаттан кейін баға да көтеріледі, бонустар да көтін болады. Сондықтан да мен сіздерді жақсы көретін білесіз. И так та бүгін мен ойлаймын, сіздің өміріңізді өзгертетін өте керемет стратегиялар бердік деп ойлаймын.
Сондықтан да бүгінгі бар білген айтып жүрген, сіздерді жақсы көретін әрдайым, может маған жазылған шығарсыз, может мен әлі шәкірттерім бар шығар, Қуаныш Шонбай, байық, өсейік, бұл қатты қиын нәрсе емес, ол өте оңай нәрсе. Иә, кейбір білімдер бар, ол білімді былай шешеміз. Қайттан қайталаймын, Шонбай онлайн университетінде оқыған адамдар жалқаулық бойынша жылаған, ұйқыны жеңе алмаймын деп жылаған, бірақ олар бір аптаның ішінде осыны үйреніп шықты. Сол сияқты саудаға сату ол менің мамандығым, мен жақсы көретін нәрсем, мен бұл нәрсені білемін, түсінемін. Сондықтан да сіздерге үйретуге дайынмын. Бұл бизнес емес. Қателеспеу керек, бұл бизнес емес. Бизнеске үйрету почти мүмкін емес. Себебі бизнес деген ол іштегі бар нәрсе, бірақ саудаға үйрету мүмкін. Саудан жасауға болады. Анау өзі 3% ба 4% адам ғана кішкене саудаға, бизнеске, кәсіпкерлікке бейім болады. Қалғанда бейім болмауы мүмкін. Бірақ сату, сауда бұл қатты бір үлкен сондай бір навыкты требовать ететін нәрсе емес. Бұны кез келген адам істей алады. Бәлкі сіз де өзіңіздің шансыңызды жоғалтып алмаңыз. Сіздерді жақсы көретін. 48 сағаттан кейін бұл видеода өшетін болады, бұл офферде өшетін болады. Сондықтан қазір көріп алғаныңызға рахмет, өміріңіз өзгерді деп ойлаймын. Төмендегі ссылкаға өту арқылы сіз өміріңізді өзгерту үшін, жеңілдету үшін өте үлкен қадам жасауыңыз мүмкін. Сіздермен бірге болған Қуаныш Шонбай.